Өмір өте қарапайым нәрсе. Оны күрделендіретін өзіміз. Өзімізге қалайтын нәрсені басқаларға да тілейік. Бұдан асқан адамгершілік жоқ. Жаның қалайтын істі тап. Сол кезде ешқашан жұмыс істемейтін боласыз. Мейірімді адам өзін кінәлайды. Төмен адам өзгені кінәлайды. Өз мақсатына жылдам жету үшін күресіп жатсың ба? Мәселе мұнда емес. Маңыздысы мақсат жолында тоқтап қалмау. Өмір сынағынан ешқашан сүрінбеген адам ұлы емес. Ол сынақтан құлап қайта тұрып кеткен адам мықты. Егер сені артыңнан біреу сөз етсе, онда сенің алда келе жатқаның. Адамдар бұрын өзін жетілдіру үшін білім алатын, ал қазіргілер жұртты таң қалдыру үшін білім алады. Өзгелердің бақытсыздығы туралы көп ойланатын адам өз басына түскен бақытсыздықты оңай көтереді. Нағыз азамат парызын білер, асық жандар пайда іздеп жүрер. Егер өмір туралы аз білсек, сонда өлім туралы біз не білеміз? Асыл тасты үйкеліссіз жылтыратуға болмайды. Сол сияқты адам қиын әрекеттердің жеткілікті санысыз жетістікке жете алмайды. Ертеде адамдар көп сөйлегенді ұнатпайтын. Олар өз сөздеріне ілеспеуді өздері үшін ұят санады. Үш нәрсе ешқашан қайтып келмейді: уақыт, сөз, мүмкіндік. Сондықтан уақытты босқа өткізбе, сөзді таңда, мүмкіндікті жіберіп алма.